Сәлеметсіздер ме, құрметті Әділғазы алқалары. Мен Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданы Андрей Тихоненко атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 8-ші А сынып оқушысы Мәди Аяру. Біз технология дәуірінде өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан мен өз таңдауымды ертеңгі күні ең ұтымды мамандығы жи инженериясына тоқтаттым. Мен болашақтың тілін үйренгім келеді. Бұл мамандық мені ең алдымен жаңашылдығымен қызықтырады. Біз технологиялық революция дәуірінде өмір сүріп жатырмыз. жи маманы болу тек дайын бағдарламаны қолдану емес, бұрын-соңды болмаған әлемді өзгертетін құралдарды өз қолымен жасап шығу. Көпшілік IT саласын тек құрғақ код деп ойлайды, бірақ мен үшін жи бұл өнер. Мұнда математикалық дәлдік пен шығармашылық қиял тоғысады. Компьютерге ойлауды үйрету, оның логикалық тізбегін құру, бұл өте күрделі әрі қызықты интеллектуалды басқаттырғыш. Осы мамандыққа тоқталу мақсатым адам еңбегін жеңілдететін интеллектуалды жүйелер құрып, уақыт пен ресурстарды үнемдеуге мүмкіндік беретін өнімдер жасау. Жасанды интеллект саласы бір күнде пайда болған жоқ. Ол бірінші 10 жылдық бойы дамып келеді. 1950 жыл Алан Тюринг және Тюринг тесті. Ағылшын математигі Алан Тюринг машина ойлай ала ма деген сұрақ қойып, машинаның интеллектін тексеруге арналған тестті ойлап тапты. Бұл жиының алғашқы іргетасы. 1956 жыл ресми туған күні Дартмут конференциясында Джон Маккарти алғаш рет жасанды интеллект терминін қолданысқа енгізді. Осы кезден бастап жи жеке ғылым саласы болып қалыптасты. 1997 жыл Deep Blue жеңісі. IBM компаниясының суперкомпьютері шахматтан әлем чемпионы Гарри Каспаровты жеңді. Бұл машинаның күрделі стратегиялық есептерді шеше алатынын дәлелдеді. 2010 жылдар үлкен деректер, Big Data дәуірі, интернеттің дамуымен жиыды жаттықтыруға қажетті ақпараттар көбейді. Нейрожелілердің адамның дауысын тануды және суреттерді ажыратуды үйренді. 2022 жыл қазіргі уақыт генеративті жи, ChatGPT және Midjourney сияқты жүйелердің шығуы жи маманның рөлі мүлдем жаңа деңгейге көтерілді. Енді жи тек есептемейді, ол мәтін жазады, сурет салады және код құрастырады. Жи маманы адам миының жұмысын имитациялайтын компьютерлік жүйелер мен алгоритмдерді құрастырушы. Ол машиналардың деректер негізінде үйретеді, оларға таңдау жасауға, болжам жасауға және өз бетінше шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Джеффри Хинтон нейрондық желілердің негізін қалаушы. Жи атасы Эндрю Google Brain негізін қалаушы, әлемдегі ең ірі жи оқытушысы. Сэм Альтман OpenAI компаниясының басшысы. Илон Маск жиының этикасы мен дамуына үлкен ықпал етуші. Сондай-ақ Google, Meta, Microsoft және Amazon сияқты алпауыт компаниялардың жи бөлімдерінде жұмыс істейтін көптеген талантты қазақстандық инженерлер бар. Мысалы, Тимур Бекмамбетов кино саласында жи технологияларын скринлайф цифрлық аватарларды белсенді қолданып, Голливудқа жаңа бағыт қалыптастырып жүр. Ол өзі негізін қалаған скринлайф жанрын жиымен ұштастыруда. Возрожденная 2023 жылы түсірген фильмінде Бекмамбетов сценарий жазу, кейіпкерлердің образын жасау және кадрларды өңдеу кезінде жи құралдарын тұрақты түрде пайдаланатынын айтқан. Рақымшылық 2026 жылы түсірілген фильмі жи туралы басты блокбастер. Биыл әлемдік прокатқа шыққан бұл фильм режиссердің ең ауқымды жи жобасы болып табылады. Фильмде жидің адам мінез-құлқын қалай үйренетіні және логика мен сезім арасында қайшылық көрсетіледі. Бекмамбетов бұл фильм арқылы жиды бала сияқты тәрбиелеу керек деген идеяны алға тартады. Болашақтың маманы болу үшін екі бағытқа даму керек. Кәсіби қабілеттер hard skill, жеке қасиеттер soft skill. Кәсіби қабілеттер математика және статистика, бағдарламалау, машиналық оқыту және нейрондық желілер, деректермен жұмыс. Жеке қасиеттер аналитикалық ойлау, проблема шешу қабілеті, үздіксіз үйрену, командалық жұмыс, коммуникация, табандылық.
Жақсы жақтары: жоғары жалақы, сұраныс көп, болашағы зор сала, қызықты әрі интеллектуалды жұмыс, қашықтан жұмыс істеу мүмкіндігі. Жаман жақтары: оқу қиын, үнемі жаңарып отыру керек, стресс болуы мүмкін, жауапкершілік жоғары, көбіне компьютер алдында ұзақ отырады. Қазақстанда Назарбаев университеті, КБТУ, Астана IT University, әлемде Stanford, MIT, Carnegie Mellon, онлайн Google мен ABT-ның кәсіби сертификаттары. Менің таңдауым Астана IT университеті. Бұл университетте 5 ірі ғылыми зерттеу зертханасы және 20-дан астам инновациялық компьютерлік класс бар. Прототиптеу және инженерлік шешімдерді жиымен ұштастыруға арналған техникалық базамен жабдықталған. Ғылыми зерттеулерге қолданбалы жи модельдерін әзірлеуге және академиялық жұмыстарға басымдық беріледі. Жасанды интеллект бүгінге барлық саланы қамтуда. Медицина, қаржы және банкинг, өнеркәсіп және өндіріс, көлік және логистика, бизнес және маркетинг, IT және технология, білім беру, ауыл шаруашылығы, мемлекеттік сектор. Бұл мамандық бойынша өсу сатысы: Junior AI Developer, Middle, Senior AI Architect, Chef Technology Officer. Тәжірибелі маман өз стартапын аша алады немесе әлемдік IT алпауыттарында жұмыс істей алады. Қазіргі уақытта әлемде білікті жи мамандарының тапшылығы байқалады. 2023-2026 жылдар аралығына жаһандық инвестициялар $320 миллиард жетсе, жи енгізген компаниялар үлесі 80%. Қазақстан Республикасының орташа жалақысы 1,8 миллион теңге, ал жұмыс орындарының өсімі әр жыл сайын 15-20% артып отыр. 2030 жылға қарай жи нарығы триллиондаған долларға жетеді деп болжануда. Сондықтан бұл жұмыссыз қалмайтын мамандық. Таңдау менікі, болашақ біздікі. Мен өз мамандығым арқылы еліме қызмет етуге әзірмін. Назарларыңызға рахмет.